Кейде адамға ой келуі мүмкін. Дүниеде де біраз жүріп, рахаттанып, мына дүниенің ләззатына да. Сөйтіп, ақыреттен жансақ біраз жанатын шығармыз, сөйтіп қайтып жәннатқа кіреміз ғой бәрі соңында деп. Кәлимамыз бар деп. Бір намаздың өзін өткізіп алатын болып, оның қазасын өтеген тағдырда да бір хукуп тозақта жанат дейді. Хукуп дегеніміз 80 жыл. Ал енді намазды бастай алмай жүрген кісілер, онда қаза қылып алсаң да бәле екен ғой деп бастамай кетпесін. Оқымаған адамдікін ойлаңызшы, не болады? Оқып жүріп жіберіп алғандікі сондай болса. Сол үшін намазға тезірек жығылыңыз. Өткен күндерше, күнде бір намазды кім болса да қазаңызды қосып өтей берсеңіз, ақырын Құдай өмір берсе бітіресіз. Өмір болмаған, біте алмай қалған тағдырда да Аллах Тағала ары қарай сіздікін кешіреді. Алла Субханаху ва Тағала бәрімізді тазалардың қатарына етсін, таза болушылардың қатарынан етсін. Келесі тақырыбымыз азан тақырыбы екен. Оғанда тоқтала кетейік, себебі қысқа, қатты ұзақ тақырып емес. Одан кейін намазға қарай көшеміз. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Адамдар егер мына дүниеде азанмен бірінші саптың сауабын білгенде жарысып келу керек болса жарысады, еңбектеп келу керек болса еңбектейтін еді дейді. Азан айтумен бірінші қатарда отырудың. Енді азан айту түсінікті. Аллахумма Рабба хази дауати тамма дейміз ғой. Толыққанды дауа деп айтылады. Толыққанды дауа дейді. Дауа деген уағыздау, өзгені шақыру. Азанды толыққанды дауат деп айтылады. Енді соны айтып атқан адамның әрине қиметтің күні дәрежесі жоғары болады. Оның сауабы көп. Қаншама адам соның азанын естіп, келіп намазын өтесе, анаған сауабы жазылады. Себебі сол себеп болып тұр аналар шақырып, ескертіп, кетіп баратқан, азан айтылып жатыр екен. Кіріп намазымды оқып алайын деп қалды, басқа болды, тағысын тағы. Дүние тіршілігімен кетіп баратқан адамды тоқтатты, басқа қылды. Тіпті намазға келмесе де, қанша адам азанды естіп, сыртта күнәсінен тосылуы мүмкін, тоқтауы мүмкін. Ал енді бірінші сапқа келуші. Бірінші сапқа келу деген сөз намазға ертерек келу деген сөз. Артынан келіп алып, әркім иығын теуіп өтіп кетіп тұрып барып келіп тұру емес. Негізгі бұл жердегі ұғым сол. Бірақ әрине Аллах Тағала қадір, ниеті дұрыс болып, кешіп келіп, бос орын тапса, ешкімге кедергісін бермей келіп отырса, иншалла оған да сол сауап. Бірақ бұл жердегі негізгі мәселе алдыңғы сап деген ертерек келу деген сөз. Ертерек келу деген сөз. Бір. Екіншіден, Алланың рахматы түскен кезде бірінші сапқа беріледі. Оңға қарай, солға қарай, екінші сап, оңға қарай, солға қарай, сөйтіп арқа қарай кете береді. Имамның дәл артында негізі мен айтарым, имамның артында бір орын қалдырғандарыңыз жөн болады. Азаншыға, наиб имамға, мешіттің қызметкерлеріне. Себебі имамға бір жағдай болып қалса, намазды бұзылып дәрет шықты, қайтыс болып кетті, басқа болды, орнына шыға алатын адамның тұратын орны негіз. Намазға енді келіп атқан бір бауырым. Ол кезде мен Нұр Мүбаракта имам едім, Әл-Фарабидің бойы. Енді келіп атқан жігіт қой, енді келіп Ореке дейді. Ау, сіздерде вип-зал бар ма дейді ғой. Неге десем, мен сыртта не бір үлкен кісілердің көлігін көрдім дейді. Олар жай жерде тұрмайды, олар вип-залда бар шығар, оларға бөлек қарайтын жарыстар дейді. Құдайдың алдында пенденің бәрі бірдей. Соған дәлел осы намаздың сабы. Соған дәлел қажылықтағы ихрамымыз. Бір жерде, бір киімде, бір жерде жатасың, бір жерде жүресің. Бір сапта тұрасың. Және анау бұлай қимылдасын, мынау бұлай қимылдаса да болады деген нәрсе жоқ. Бәріне бір келкі қимыл. Әрине әлсіздерге ғана рұқсат беріледі. Отырып оқу, басқа, тағысын тағы. Бәріне бірдей дедім. Мүмкін емес, болу керек шығар, оларға вип-зал болу керек шығар дейді. Сосын жаңағы айтмен, бізде вип место бар дедім бір. Вип орын бар. Қай жерде дейді, имамның артында деймін ғой. Кім тұрады о жерге дейді. Имам өліп қалса орнына шыға алатын адам тұрады дедім. Сөйтсем, ой, сізде қатырасыз дейді. Шынында да солай.
Ол жерге таласамыз ғой барып өзімізше, мен тұрайын деп жаңағы. Ол жердің хақысын бере аласыз ба? Имамға бір нәрсе болып қалған жағдайда ол жерге шығып кете аласыз ба? Артынан жалғастырып кете аласыз ба намазды? Сол үшін ол да мән берілетін жайттардың бірі. Муавия радиаллаху анху пайғамбарымыздан естіген жеткізеді. Муаздиндер, азан айтушылар, үдін деген араб тілінде, әзан үдін ғой, үдін деген құлақты айтады. Құлақ қағыс жасайтындар ғой енді. Еске салатындар, азан айтатындар. Қияметтің күні адамдардың ішіне ең бойы ұзын болады дейді. Анық деп мына мойынды айтады. Мойны ұзын болады олардың дейді. Мойынның ұзындығы көркемдікті білдіреді, әдемілікті білдіреді. Мойны ұзын болса, әдемі көрінеді. Қияметтің күні әдемі көріну бір бар, бәрінен биік болып тұру бір мәселе. Тағы бір мәселе ғұламаларымыз айтады, қияметтің күні адам баласы өзінің теріне өзі көміліп тұрады дейді. Мына дүниеде терлеген кезде ағып кетеді ғой бізден. Қияметте жоқ, сол теріге өзің көмілесің. Шомылмай бір ыстықта қалып қойыңызшы, жеркенес теріңізден. Сол ағып киіміңізге сіңіп жоқ қылып кетіп жатса да, содан жеркенес. Енді ойлаңыз, қияметтің күні біреулер тобығынан, біреу тізесінен, біреу белінен, біреу кеудесінен, біреу мойнынан, өз терісіне өзі көміліп тұрады. Және күннің ыстығы найзаның мойнындай жерге әкеп қояды күнді. Сондай ыстықта тұрсыз. Ол жетпегендей, жаһаннамды тартып алып келеді дейді. 70 мың шынжырының, әрбір шынжырдан 70 мың періште тартып алып келеді оны. Сол ыстықта тұрсыз. Сонда жаңағы мойны ұзындар, тіпті жаңағы көміліп қалған тағдырда да мойны көмілмейді олардың деп, яғни артықшылығын айтып жатыр бұл жерде. Оны да келтіреді. Қияметтің күні ең бойы ұзын адамдар болады дейді. Яғни ол жерде мағынасы, негізгі мағынасы, дәрежесі биіктер деп жатыр. Дәрежесі биік. Мойынның ұзындығы, тәніңнің үлкендігі саған пайда бермейді, егер сен тозақы болатын болсаң. Себебі естеріңізде болса, алдыңғы жылдар дәрісімізде айттық. Тозақтан ең соңғы шығатын мұсылманның аты кім еді? Жухайна. Жухайна деген қауымнан. Аты да Жухайна. Араб. Жебірейілге шығар дейді екен тозақтан. Тозақтың періштелері таппадық дейді екен барып. Қай жерде жатқан таппадық. Тозақтың түбінде пәлен, үңгірде пәлен тастың астында жатыр. Алып шығар екен. Сөйтіп оны да тазартып, жәннатқа кіргізеді. Айтқым келгені, араб боласың ба, ардақты боласың ба, мына дүниеде басқа боласың ба, тозақы болатын болсаң, сен ешқандай дәрежең жоғары емес. Және Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен риуаятты айтқан болатынбыз, естеріңізде болса. 6 адам болып отыр ек дейді. Пайғамбар алейхиссалам өтіп бара жатып, араларында біреудің тісі тозақта Ухуд тауымен бірдей болады деп айтты дейді. Тіс тауымен бірдей болса, ол қандай дене ойлаңызшы. Не пайда одан? Тозақы болып жатса оны. Яғни айтқым келген бұл жерде дәреже. Азан айтушылар. Неліктен? Неге? Себебі жаңа айтып кеттік. Дауати тәмма. Толыққанды дағуат бол. Алланы ұлықтайсың. Алладан басқа тәңір жоқ деп куәлік етесің. Пайғамбар оның елшісі деп куәлік етесің. Адамдар намазға шақырасың, құтылуға шақырасың, бақыттылыққа шақырасың. Бұл дағуат шынайы ақиданы бекітетін дағуат. Ақида деген нәрсе тек тартыс талас емес. Мазхабтар арасында ақида деген нәрсе ол сенім жүректегі бекіген. Соны бекітетін дүние бұл, азан. Күнделікті 5 уақыт ол кісі соны айтып жатыр. Сол үшін де оның дәрежесі де биік болады, бойы да ұзын болады қияметтің күні адамдардың бәрінен. Абдуррахман ибн Ауф, кешіресіздер, Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Аби Са'a радиаллаху анху, Абу Саидин ал-Худри радиаллаху анху айтады. Сені көбінесе малыңды бағып, сырт жақта, шөл далада жүргеніңді байқаймын. Сен далада жүрсең де,
азан айтқан кезде қатты айт деп айтты дейді. Қатты даусын шығар. Қатты даусын шығарып айт. Себебі оны естіген адам, жын болсын, адам болсын, қай біреу естейтін болса, қияметтің күні саған куәлік келтіреді солардың барлығы деді. Сол үшін далада болатын болсаң да азанды айқайлап айт дейді. Ешкім естімейді ғой деп жай айта саламыз кейде. Ешкім естімейді ғой бәрібір деп. Көпшілік орында болып, сіздің азаныңыз керісінше кедергі беріп біреулерге. Немесе осақ айтыр өзінше жай оқи берсе болады, мақтанғысы келіп батырма деген секілді біреулер жеркендіретін деңгейде болатын болса, ол бөлек нәрсе. Мешіттікі бөлек енді ол. Үйде жалғызсыз азаны айтыңыз. Адамдар естімесе де жындар естиді. Оны естіген Алланы ұлықтап атса, оны естіген басқа дүниелердің барлығы да сіз үшін қияметтің күні куәлік береді екен. Раббым, сені мақтайтын, сені ұлықтайтын деп.